Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен тауық етінен стрипсиз жасайтын боламыз. Өте дәмді қытырлақ болып шығады. Ең бастысы өте оңай жасалады. Міндетті түрде видео соңына дейін қараңыздар. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен кляр жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызды алып, 200 грамм ұнымызды қосамыз. Үстіне паприка, тұз және бұрышымызды қосамыз. 2 жұмыртқа саламыз және де үстіне су қосып, бәрін біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді тауықтың төс етін алып, видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Дайын болған клярымызға барлығын салып, жасап тұрып араластырамыз және де 2 сағатқа қойып қоямыз. Алдын ала соусымызды дайындап аламыз. Үкіштен өткізілген сарымсақ пен жаңағы тұзды қиярымызды майонезге қосып араластырамыз. Біздің тұздығымыз дайын. Енді ыдысымызды алып, ұн саламыз және де үстіне паприка мен тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді дайын болған тауық төс етін осылай ұнға аунатып алып, қатты қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Шамамен 8-10 минутта қуырамыз. Мен қызартып, кішкене қуырдым. Достар, рецепт ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Үй жағдайында осындай стрипсиларымыз дайын болды. Өте жаңағы дәмді қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де үй ішіңізді қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.